Сәлем әлем, саяхат YouTube арнасына қош келдіңіздер. Біздің әлеміміз үнемі өзгеріп отырады. Осы өзгерістерге үлкен әсерін тигізіп жатырған корпорациялар көп. Біз өмір сүріп жатқан әлемді қатты өзгерткен 10 корпорация туралы айтып жіберейік. Ал кет. Биік қалаларға жол ашқан компания Otis. Otis компаниясы лифттерді шығармас бұрын ғимараттар ең көп дегенде 7 қабатқа дейін жетіп тұрған болатын. Алайда Otis компаниясының арқасында 20 ғасырлардан бастап ұзын ғимараттар салына бастады. Қазіргі ең ұзын ғимарат Бурж-Халифада қай компанияның лифттері тұрғанын білесіздер ме? Дұрыс, Otis компанияның лифттері. 1870 жылдары құрылған компания Standard Oil мұнай табысымен айналысты. Бұл компания мұнайды тауып өндіріп, сол мұнайды сату бизнесімен айналысқан болады. Standard Oil компаниясының арқасында мұнай өнеркәсібі дамыған. Телефон деген затты ең алғаш ойлап тауып, жарыққа шығарған адам Александр Белл. Бірақ телефондық желіні арттырып, барлық қалалар мен мемлекеттердің басын қосқан компания AT&T компаниясы екен. 1892 жылы Томас Эдисон және тағы да оның 3 серіктестері General Electric деген компанияны құрған болатын. Бұл компания сенің үйіндегі барлық затты ойлап тапты десем қателеспеспін. Электр плитасы, тостер, тоңазытқыш, кір жуғыш машина және тағы да басқа көп заттарды шығарған. Ford Company әлемді машина жасап өзгерген. Біріншіден Генри Форд өзі машина жасаған, содан кейін жаппай өндіріспен әлемді машинамен қамтамасыз еткен болатын. Xerox компаниясы компьютерлерді жасай бастаған. Осы компанияның қызметкерлері компьютерлік тышқан, пернетақта және компьютерлік бағдарламаларды бастап шығарған. Pan American компаниясы әуеге ұшуды бірнеше есеге дамытқан. Осы компания барлық елдердің басын қосып, әуе рейсін арттырды. Әуежай да осы компанияның арқасында пайда болған екен. 1955 жылы Макдональдс деген компаниясы тамақтанудың жаңа түрін тапқан. Гамбургерлер мен хот-догтарды сатып, фастфуд деген терминді арттырды. Макдональдстың арқасында кафе және мейрамхана деген қозғалысы әлемде дамыған. 1962 жылы гипермаркеттер немесе супермаркеттер деген пайда болды. Ондай ұғымды Walmart компаниясы дамытқан. Қазір гипермаркет Walmart Америкадағы ең үлкен дүкендер желісі болып табылады. Apple компаниясы. Қазір барлығымызда да смартфон бар. iPhone болсын немесе Android'ты Samsung болсын. Кнопкалық телефондар заманына соңын салып, 2007 жылы ең бірінші iPhone шығарып, смартфонды дамытқан Apple компаниясы. Осы видео сізге ұнады ма? Ұнаған болса, міндетті түрде лайк басып, біздің саяхат деген YouTube арнамызға жазылсаңыз, біз қуанышты боламыз. Болды, қош сау болыңыздар.